жасайсың, иә? Мысалға мына мойныңдағы сияқты өзің жасадың ғой, иә? Көріп тұрмын, футболкасын жақсылап түсірсеңдер, өте күшті футболка. Нұрлан, сен жалпы қай жерде жұмыс істейсің? Саламатсыз ба? Оффлайнда кімсің сен? Қайталай жезің. Жүрген сайын қар жауады. Все. Сәлем достар, сіздермен мен қайтадан Айжан. Және де біз бүгін өте бір қызықты кешке келіп отырмыз. Өйткені мына жерде көптеген фейсбукшылар, твиттершілер және де жай ғана интернетсіз күндерін өткізе алмайтын адамдар жиналып отыр. Яғни осы интернетке байланғандар кім екендігін және олар немен айналысатындығын бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар. Мына жерде фейсбукшылар уже жиналып, столдың басында бір-бірлеріне тост айтып жатқан сияқты, соларды көрейік. Менің атым Рахат Затолла. Студентпін, қарапайым. Журналист емеспін. Одан кейін интернетте жүргенім көп болған жоқ. Жаршындай болып, футболдың саласында. Қасында келіншегім болды. Менің атым Айжан Карабаева. Екібір онлайн журналында жұмыс істеймін, журналист. Және де Фейсбукта барлықтарыңызбен енді маған дауыс бергендеріңіз үшін қалай табылыңыздарыңыз үшін рахмет. Және де кеш көңіл өтсін, барлықтарыңызбен жүздесіп Ника Касымовна. Опа, қонақтар көп. Студенткам неше де істемеймін. Ана жігіттер. Эльвира, сізбен қасым. Шар, құрмет достар, мен есім Мұрат Садық. Казгуды бітірген, және бітірген Казгуды, және Казгуды оқыдым. Казгуды докторантурада оқимын, екінші курс. Гумбольдт университеті Германияда. Қандай факультет? Филфак, филолог. Негізі онлайнда жаңағыдай комментпен қырғын болып тұрады, бір-бірлеп жаман көріп жүреміз, өйтіп жүреміз. Өмірде ондай емес та бұл. Жаман көреді деді, мына жігіт жалғай серде деген кезінде. Бұлай танымай тұрған кезде. Мен де ойлайтын да агрессивный адам өткенде. Шашым ба? Да, как всегда. Сонымен достар, менің қасымда Жалғас Ертай тұр. Қазақ интернетінің бұрыннан келе жатқан ардагері десек болады. Қай әлеуметтік желі саған өзіңе ыстық? Қайсында сен көбірек отырасың? Мен негізі шынында бәрінде бармын, бірақ көп отыратыным ол әрине Facebook пен Twitter. Ал мынандай бір оқиғалар болды ма саған осы әлеуметтік желі өміріңде бір нәрсе үшін көмектескен бір, білмеймін, әмияныңды жоғалтып соны тауып алдың ба деген сияқты бір? Егер шынын айтатын болсақ, ондай жағдай менің басымда болмап, себебі мен ұқыптымын. Ешқашан әмиянымды жоғалтпаймын. Телефон. Мүмкін бір өзіңе жұмыс бабымен бір партнерлар тапқан шығарсың, серіктестер. Міндетті түрде, яғни егер былай қарайтын болсақ, Фейсбуктың аудиториясы кішкене ересектеу және Россияда айтады, креативный класс деп. Былай алғыс хат Facebook әлеуметтік желісінде қазақ тілін дамытқан үшін ең ұлтжанды қолданушы номинациясы Рахат Ризақұлыға берілді. Facebook әлеуметтік желісінде қазақ тілін дамытқан үшін ең романтик қолданушы Айжан Құлмұхамбетова. Facebook әлеуметтік желісінде қазақ тілін дамытқан үшін ең үздік пікірші, коммент жазуда шебер номинациясы Жалғас Ертайға. Facebook аруы Айжан Карабаева. Сонымен менің қасында Қарагөз сайтының үйлестірушісі Эльвира Ергалина. Сәлем. Сәлем. Эльвира, жалпы сен интернетте сағатына қанша отырасың? Қанша сағат интернетте отырасың? Мен басым айналып кетті. Мен интернетте қонамын.
білмеймін, ол есептемеппін. Жұмыстан қолым қалт ете қалса, болмаса қатты шаршап кетіп, ми тынықтыру қажет болатын болса, зып етіп кіріп кетемін әйтеуір интернетке. Түнде ұйықтағанға дейін соткам қолымда болады. Таңертең оянғанда міндетті түрде бәрін тексеріп шығамын. Та-дам деп па. Wi-Fi 25 фанаттарының барлығы. Менің алдымда қазір Нұрмахан Маханұлы тұр. Маханұлы, кешір. Wi-Fi 25-тің, яғни бел ортасында жүрген белсенді жігіттердің бірі. Нұрмахан, сен жалпы осы интернетте қанша сағат отырасың? Күніне? Санап көрмегем, негізі төртеуміздің арамызда ең көп отыратын мен. Оны мойындаймын. Және де осы бір күн бұрын ғой деймін, сендердің өздерінің сайттары шықты, Wi-Fi 25-тің, Wi-Fi 25 KZ-ді. Жалпы бұл сайтты жасауға не түрткі болды, не үшін, не мақсатта құрастырдыңдар? Негізі ол жағынан бізге Аршат Оразов деген өзіміздің бауырымыз, керек инфодағы жігіт ұсыныс тастады, мен сендерге соны жасап берейін деп. Біз оған екі қолымызды көтере қолдадық, жаңағы материалдарымызды жинадық, жібердік. Осы бұйырылған күні 10 қаңтар екен. 10 қаңтар күні жарыққа шықты. Енді бізге құпиялы түрде айтсаң, келесі шығарылым не туралы болады, не тақырыпта болады? Біз кеше ғана сол жайында өзіміз видео обращение түсірдік. Жаңа екі тақырып ұсындық, яғни шет елде жүрген, сыртта жүрген өзіміздің қазақ бауырларымыз туралы және пародия. Көптеген қолданушылардың пікірін оқи отырып, өмірге деген көзқарастарымды өзгертіп өсем болады. Өзім әлеуметтік желі арқылы көптеген достар таптым. Өзімнің мүдделес былайша айтқанда пікір таласатын, көзқарасымен бөлісетін достарды кеңінен таптым десем болады. Сен Алматыда не істеп жүрсің? Осы кездесу үшін келдің ба? Жоқ, негізі мен Шымкенттік кезекші болып саналғанымен Алматыға осы сұрақ жауап сайтын дамыту үшін және де біршама қазақ тілді сайттарды дамыту үшін үлкен бір жоба бастап жатырмыз. Соны қолға алып, қазақ тілді сайттардың алдыңғы қатарына шығып, оларға бір қаржылай тұрғыдан көмектессек деген сияқты. Қазір осында тұрып жатсың? Осында осы айдың 5-нен бастап келдім. Яғни енді алматылық боламын деген ойдамын. Айнұр, сен біріншіден фотожурналист, ең үздік фотожурналист атағын алуыңмен құттықтаймын. Рахмет. Жалпы интернетте сен қанша сағат отырасың? Интернетте 24 сағат отырам деп айта аламын. Яғни интернетке байланған адамдардың бірден бірі? Солай айтса болады. Болады, егер интернетке кірмесем, бір күн, 2 күн, 3 күн вообще кірмей кетем, ал егер кірсем, 24 сағат бірден отырам. Ал интернеттің сенің өміріңде қандай бір көмегі тиді? Яғни мүмкін бір әріптестер таптың ба, бір серіктестер таптың ба? Интернет журналистикаға деген менің жалпы қатысуым ол Асхат Еркінбайдың өзінің сабақ беруінен басталды. Одан кейін медианетте оқыдым. Одан кейін осы өзіміздің екпін мәдениеттану онлайн журналына жұмысқа тұрдым. Яғни интернеттің мен өмірімде көмегі өте көп болды деп айта аламын. Менің жанымда осы бүкіл кездесуді ұйымдастырған, яғни басқасында жүрген Нұрлан Жанай. Нұрлан, енді саған мынандай сұрақ. Жалпы әлеуметтік желі сенің өміріңе қандай бір көмегі тиді әлеуметтік желінің? Әлеуметтік желі негізі көптеген таныстар арқылы, мысалы сіздермен осылай сұхбат беруіміздің өзі, мына жерде жиналуымыздың, бұл блогерлердің жиналудың өзі, ол интернетсіз мүмкін емес жағдайда. Ал сен алдында жазыпсың, күніне қанша сағат отырамын дегенсің, 14 сағат отырасың ба? 14-16 сағат отырамын. Тым көп емес па? Мен ұйықтамаған кезде компьютер міндетті түрде қосылып тұрады, яғни кез келген нәрсе менің көз алдымда өтіп тұрады, не болып, не қой жатыр. Кез келген ұсынысқа жоқ демейміз, негізі жақсы идеялар болса, бірігіп біраз нәрсе ұйымдастыруға болады, жақсы негізі. Барлық, яғни ұсыныстарға ашықпын деп. Барлық ұсыныстарға ашықпыз, немесе ұсынысқа ұсыныспен жауап береміз деп. Осы жазда тіркелдім, негізі мен агентке бар едім, бірақ агентте адамдар қатты басып кетті. Содан кейін мен агентке кірмеймін қазір. Мен фейсбуктамын. Маған фейсбуктағы өте. Мына жерде Wi-Fi 25-дің жігіттері тұр екен. Махамбет. Сәлем, тағы не деймін. Қайырлы кеш, жиналғандарыңызға үлкен рахмет. Бұл негізі өте сәтті әрі дұрыс бас. Сен өмірде прям серьезнысың ба? Мен өмірде өте серьезнымын. Өткені мен кезінде әскери мамандық алғам. Сондықтан мен кейіннен ғой, өскеннен кейін әскери мамандықтан кеттім десем.
Біз білетініміздей Әбіл қыздардың түріне тура қарамайды. Әбіл қыздардың түріне тура қарамайсың, или үйрендің ба? Жоқ, қарамаймын әлі күнге дейін қыздардың түріне қазір. Бекен Фернар, сәлем. Сәлем. Бүгінгі кездесуге не үшін келдің? Біріншіден фейсбукшылар деді, екіншіден таныс достарым көп ішінде. Сол үшін достармен көптен көріскен жоқпын, сол үшін көру үшін, қайтадан бұрынғы приколдарды еске түсіру үшін. Димаш неғып келмеді? Димаш өкінішке орай бүгін қоныс аударып жатыр. Сондықтан келе алмадым. I did tonight, those would be the best memories.